Армысыздар, құрметті достар, бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем. Бүгін балаларға арналған арнау депозиті жайында сөз қозғамақпын. Әрине, мен үшін, негізгі менің көзқарасым үшін кішкене тиімсіздеу енді. Бірақ сонда да ақпарат болсын деп сіздерге жеткізгім келіп отыр арнау депозитті. Сонымен баланы жастан демекші, баланың болашағын ойласаңыздар, сіздер арнау депозитін ашсаңыздар болады, немесе баспана депозитін ашсаңыздар да болады. Арнау депозиті, достар, талаптары банктен 2%-бен ғана займ рәсімдей аласыздар. Ол үшін 50% үйдің жаңа алғашқы жарнасын жинау керек. Кем дегенде 10 жыл жинау керек, минимум 10 жыл жинау керек. Және опының ең төменгі нәтижесі 48 болу керек. Сонда ғана сіз 2%-бен тұрғын үй займын рәсімдейсіздер, доход көрсетпей, балаңыз рәсімдейді кейін 18-ге толғанда мысалы. Ешқандай комиссия төлемейді, енді тұрғын үй займында 0% комиссия ешқандай. Енді қараңыздар, достар, арнау депозитінің мынандай бір ерекшеліктері бар. Арнау депозитін сіз өзіңіздің депозитке кейін уступка жасай алмайсыздар. Өйткені арнау деген белгісі бар. Арнау депозитінен частично ақша шеше алмайсыздар. Арнау депозитін жаңағы біреуге табыстай алмайсыздар. 10 жыл болмайда, мысалда. То есть арнау депозитімен ештеңе жасай алмайсыздар. Арнау депозит ол балаға арналған, бітті. Бала. Ал арнау депозитінің тек қана бір ғана жолы бар, оны ақшаны расторжение жасап, ақшаны шешіп алу ғана, жолы ғана бар. Ақшаны шешіп алу үшін де орган опекаға барып, орган опеканың жаңа рұқсатын алу керек. Сөйтіп қана барып, расторжение жасап, өзіңізді жинаған ақшаңызды мезгілінен бұрын шешіп аласыз. Ал егер сіз нақты шешім қабылдап, балам үшін 10 жыл бойы жинаймын десеңіздер, онда жинайсыздар. 10 жыл бойы үйдің кем дегенде 50% алғашқы жарнасын жинау керек. Мысалы, алатын үйіңіз 10 миллион болса, соның 5 миллион 10 жыл бойы жинау керек. Қазір сіздерге жинау және ай сайынғы төлем переплатаны көрсететін боламын. Сіз болашақта 10 миллионға үй алам дедіңіз. 10 миллионға үй алу үшін ай сайын 120 ай бойы, ай 38 мың теңгеден депозитке салып отыру керек. 10 жыл бойы сіздің салып атқан ақшаңызға банк тарапынан жылдық 2% вознаграждение қосылып отырады. Яғни мына вознаграждение дегеніміз ол ота доя толыққанды видео менің YouTube каналымда бар, көріп шықсаңыздар болады. Сонымен қатар сіздің жинап атқан ақшаңызға мемлекеттен 20% премия 200 айлық есептік көрсеткішке дейін қосылып отырады. Мемлекеттік премия ота доя менің видеомда бар, осы YouTube каналымда. Соны қарап шықсаңыздар да болады. Ары қаратай сіз дәл осылай 10 жыл бойы 38 мыңнан жинасаңыз, сіздің опыңыз 48 болады. Сіз сонда 38 мыңнан өзіңіз салып отырдыңыз. Банк 2% вознаграждение беріп отыр, мемлекет 20% премия беріп отыр 200 МРП-ға дейін да. Сонда 10 жылдың ішінде сіз 6 миллион 139 мың 111 теңге жинап алады екенсіз. Чисто 10 жылда өзіңіздің жинайтын ақшаңыз. Дәл осылай 38 мыңнан салып отырсаңыз. 10 миллионға мысал. Енді қараңыз, ары қаратай сіз жетпей тұрған ақшаны банктен 2%-бен займ рәсімдейді ұлыңыз или қызыңыз. Арғатай міне 10 миллион төлемі, сіз жетпей тұрған ақша 3 миллион 860 мың 834 теңгені банктен қазық аласыз. Яғни 10 миллионға жетпей тұрған ақшаны. Ол кезде, мысалы 2%-бен 10 жылға займ рәсімдесеңіз, 35 мың 525 теңгеден төлейсіз 10 жылға. 10 жылда үстеме төлем, мына 3 миллион 860-ға 402 мың 155 теңге. Негізі өте керемет, бірақ сіздер 10 жыл емес, мына жерде 6 жылға займ рәсімдесеңіздер де болады 2%-бен. Өйткені сіз 10 жыл жинадыңыз, опыңыз 48. Яғни, опы жайында менің видеомды көрсеңіз, сол жерде дәл осы пример көрсетілген болатын. Ол жердегі мына переплата одан да аз болады, достар. Міне көрдіңіздер да, сіз 10 жыл жинадыңыз, 6 аймен 6 жылда ары қаратай қарызды қайтарсаңыз да болады. Ешқандай доход көрсетпей. Достар, бүгінгі тақырып арнау депозиті болды. Дәл осы арнау бойынша депозит ашам десеңіздер, маған хабарласыңыздар. Жалпы не только арнау, кез келген депозит ашам десеңіздер, хабарласыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайктарыңызды қойыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Балаларымыз аман болсын, сау саламат болыңыздар.